Құрметті көрермендер, қыздар мен жігіттер, ассалаумағалейкум, қалайсыздар, аман есен. Мінекей бүгін біздің шаруашылыққа болашағы зор молодой кислород аккаунтына біздің ветеринария қызметкерлері келіп қалды. Көп сұрақтың барлығы туындап жатқан осы жігіттерге қояйық. Бірінші ауыздан естейік. Ораға келгеніңізге рахмет, келгеніңізге. Бәке, міне біздің непосредственно біздің малығымызға ассалаумағалейкум ответственный адамдардың бірі. Орынбасар, міне сұрақты бірінші ауыздан естейік. Мысалы, біздің менің шаруашылығымда қой туды. Міне қозы пайда болды. Бүгін қозы туылды. Ары қарай не болу керек? Қанша күнде тіркелу керек ол? Мен қой төлдеген уақытта, қозы туылған уақытта, бір апта мен 14 күннің ішінде бірдейлендіру керек. Ірі қара болсын, кез келген ауыл шаруашылығы жануарлар төлдеген уақытта 14 күннің ішінде бірдейленіп құлағына сырға салыну керек. Оны туған уақытында сіз біз ветврачқа хабарласасыз, әр ауыл округтың, ауылдың елді мекенінің өзінің жергілікті ветеринар врачы болады. Сол кісіге хабарласып айтасыз, сіздердің бозағақтың бәкеңе хабарласып, осынша менің қойым туды, осыны сырғалап беріңіз деп хабарласасыз. Сосын өтініш жазасыз бізге. Қанша бас туылды, соны сырғалау керек, санын көрсетіп, 20 болса 20, 2 бас болса 2 бас деп жазып өткізіп, сол арқылы келіп, врач келіп сырғалап құлағына сырғасын салып кетеді. Қазір мен дұрыс түсіндім ғой, менде 14 күннің аралығында 10 бас туылады, 15 бас туылады, 20 бас туылады. Соған мен бірінші бәкеңе хабарласамын, біздің ветеринарный врачқа. Ол кісі өзінің бланкісімен келеді. Біз оған бару қажет емес, сіздердің офистарыңызға, иә? Негізі бару керек, келіп өтініш жазып кету керек. Бірінші өтініш жазып кету керек. Содан бәкең келіп, сізге барлығын сырғалап, номер барлығын реттермен сырғалап, содан кейін сол менің ведомствосын береді списогын базаға. Оны қыздар базадан сразу сол жерде тіркеп қояды. Базаға қазір 14 күннен жоғары қарай малдар тіркелмейді. Бір күн мен 14 күннің аралығында малдар ғана базаға тіркеледі. Құрметті шаруалар, бізде 14 күн уақыт бар, туылған уақыттан тіркеуге шейін. Сол 14 күн ішінде қаншасы туылады, соны тіркеп үлгеру керек. Егер де 14 күннен кейін тағы да 15-20 туылып жатса, екінші мәрте заявка тастаймыз. И оны қайтадан вет қызметкері келіп, құлақтарына сырға салып, уже ИСЖ базасында біздің туылған қозыларымыз официально тіркеледі. Дұрыс қой, енді оны тіркеп болғаннан кейін тағы сіздер енді ары қарай укол салу, былай қарау басталады, қанша уақытта? Соны айтып жүріңізші, қай уақытта қандай уколдар салынады? 3 айдан бастап укол салынады. 3 айдан бастап сібір жарасына, ауыз ауруына қарсы вакциналар басталады. Егер сіз бір азотқа салынады, 3 айдан кейін, кез келген ауруға 3 айдан кейін бастап укол салып басталады. Егер сібір жарасы салынғаннан кейін, 14 күннен кейін барып, 15-ші күні ауыз ауруына қарсы вакцина салу керек. Бір уақытта екеуін салуға болмайды. Ауыр болады, ауыр болады, интервал дейміз. Одан кейін сібір жарасына салғаннан кейін 14 күннің ішінде сібір жарасының ауруы анау төлдің организмде қалыптасып иммунитет түзетті сібір жарасына қарсы. Ал ауысыл 21 күннің ішінде түзет. Сол аралықта басқа вакцина салып жібермеуге болады. Егер басқа вакцина салған жағдайда ана бірінші салған вакцинаңыздың несі күші кетіп қалады. Ана ауруға қарсы иммунитет түзе алмай қалады. Сол үшін интервалын сақтап отыру керек. Көрдіңіздер ма? Сразу алып 4 укол, 5 укол салуға болмайды. Әрқайсысының өзінің интервалы болады екен. Сол себептен осы интервалдарды қадағалаған дұрыс. Енді орынбасар, менде мынандай сұрақ. 3 айдан кейін укол салдық, 6 айдан кейін тағы укол салынады, дұрыс па? Өзі определенный бір жылда неше мәрте укол салынады? Бір төлге. Бір жылда бір төлде сібір жарасына қарсы салынады. Сібір жарасы жылына бір рет салынады. Егер төлі болатын болса, 6 айдан кейін екінші рет салынады сібір жарасына. Одан кейін 6 айдан асқаннан кейін бір жылдан кейін салынып отырады. Жылына бір рет қана сібір жарасына. Жыл сайын салып отырады. Жыл сайын бір рет. Осы жерде конкретно сұрақ. Осы салынып жатқан вакциналардың бәрі өкімет тарапынан тегін ба, немесе біз өзіміз сатып алу керек? Өкімет тарапынан тегін береді. Өкімет тарапынан тегін беріліп жатқан нәрселерді жігіттер қолданайық. Мінекей нақты айтып жатыр. 3 ай, 6 ай, 1 жыл. Мен дұрыс түсіндім ғой. Менің қойым осы менің қорамда өлгенше, немесе сойылғанша, немесе сатылып кеткенше полностью сопровождениемен жүре береді. Дұрыс қой, иә? Мысалы, мынандай, біз сібір жарасына жылына бір рет салатын болсақ, ауыз ауруына жылына 2 мәрте саламыз. Көктемде, күзде салынып отырады. 6 ай сайын интервалмен салынып отырады. Одан кейін жылына 2 мәрте бруцеллез ауруына қарсы қан алынады. Қан сынамалары тексеріледі. Бруцеллез ауруының алдын алу үшін сіздің қойларыңыздан 1 жасқа толғаннан кейін қан алынады. Оны да вет инспекция қызметкерлері өздері келіп, қанын алып, лабораторияға өздері өткізеді. Ол лабораторияға өткізген қанға ақша төлейміз ба, төлемейміз ба? Жоқ, тегін мемлекет тарапынан бөлінеді. Жігіттер, бәрі базада тіркеліп тұрған, құлағына сырға салынған малдардың барлығына өкімет тарапынан тегін профилактикалық және диагностикалық іс-шаралар жүргізіліп отырады. Жылына 2 мәрте.
өкімет бізге тегін беріп атқан вакциналарды неге қолданбасқа? Неге қанын тексеріп тұрмасқа? Біздің мал, біздің пайда. Өкімет көмек беріп атыр. Жігіттер келіп атыр. Өзіміз істеп береміз деп атыр. Бізден тек қана не керек? Уақытылы заявка беру, уақытылы хабарласу. Осыны неге қолданбасқа? Одан бөлек, орынбасар, біз өзім тарапынан мен мысалы мультивитамин салам. Ол ешқандай зияны жоқ қой, сіздердің мынау салып атқан вакциналарға. Жоқ, зияны жоқ. Витамин, витаминдер өзіміз сала береміз. Ода ешқандай шектеу жоқ. Жоқ, шектеу жоқ. Болды, рахмет бәке. Ореге, енді мынандай сұрақ болып жатыр. Мысалы, мен қойымды сатқым келді. Қойымды сату үшін қазіргі үлкен мәселе туындап жатыр. Көшеде участковыйлар мал қаяқтан келіп жатыр, документің бар ма, форма 1, форма 2 көп нәрсені сұрайды. Осы жөнінде айтпаңызшы. Мен базарға сатқым келді. Бір вариант. Екінші вариант, мен басқа бір крестьянский хозяйство сатқым келді. Ол екінші вариант. Крестьянский хозяйствоға сатып жатқанда түсінікті. Ол крестьянский хозяйствоның бейінін білеміз, аты жөнін білеміз, анаусын білеміз. Мен сізге барамын, айтамын. Болашағы зор крестьянский хозяйство, там аманат крестьянский хозяйствоға сатайын деп жатыр. Бейіні мынандай. Осынша бас, осынша құлағындағы сырғасымен 100 бас, например. 100 бас қойымды сатайын деп жатыр. Осыған форма 1 істеп бер деу үшін сіздерге бару керек. Ары қарай келіп өтініш жазасыз. Қанша бас мал сатайын деп жатсыз, соны көрсетіп өтініш жазып бересіз, форма 1 алуға. И құлақтағы сырғалардың номерлерін жазу керек. Құлақтағы сырға номерлерін көрсетесіз. Менің өтініш тастағаннан кейін вет қызметкері келеді. Келіп, сол қойларыңыз көреді. Точно бар жоғын. Точно бар жоғын, қанша қой, құлақ сырғаларын бәрін көреді. Сөйтіп бізге растап береді, мал тұрмын осы жерде 100 бас қой сатылып жатыр. Соған қарап біз базадан сіздің тіркелген малдарыңыз, жазып берген сырға номерлеріңізбен форма 1 жазып береміз. Қай жаққа бара жатыр, қай хозяйстводан қай хозяйствоға, қай елді мекеннен қай елді мекен, мысалы Шымкент қаласынан Түркістан облысына деген сияқты бағытын жазып береміз. Осы жерде сұрақ. Бір облыстың ішінде болса да ол форма 1 болу керек. Значит, бір мысалы мен осы көшеден екінші хозяйство екінші көшеде тұрса да форма 1 керек. Бір хозяйстводан екінші хозяйствоға өтіп жатқан жайлы. Дұрыс қой? Енді екінші жаңағы мәселе, мен базарға барып сатайын деп жатырмын. Мен білмеймін кім сатып алатынын. 10 баста, 10 бас, 10 бас қойды алдым да, сіздерге барып өтініш алдын ала жазуым керек қой. Мынанша қойымды, сырға номерлері мынандай, базарға апарып жатыр. Қай базарға? Қарабұлаққа, немесе Шымкентке, немесе там не да бізде советский меді? Сол жақ Георгиевка базарына баратын болсам, базарға апарып жатырмын деген форма 1 керек, дұрыс па? Ол жерде сіздер конкретно базардың атын жазып бересіздер ғой сонда? Ол жерде қай базарға алып бара жатсыз, сол базарды айтасыз, сол жерге базарға деп біз шығарып береміз. Базарға барғаннан кейін сол жерде базардың өзінің бекітілген ветеринары болады. Сол кісі ары қарай қай жаққа мал сатылды, сол жаққа сол кісі жазып береді. Қазіргі таңда енді сол базаны Ясу базар, Ясу арқылы береміз, сол Ясуды қазір сол базардан ары қарай сатып алған жаққа қарай жіберуге өзгеріс енгізіп жатыр. Бұрын біз базарға жібереміз, базардан алғаннан кейін ары қарай кім алды, кім сатып алды, белгісіз болып мал бозлық қалып кететін. Айтылған жерге бармайтын. Ал қазір енді соның барын алдын алып жою үшін біз базарға берсек, базарға барған кезде базардың ветпрашын жазып, компьютермен қайтадан. Мысалы, сіз қазір Шымкент базарына апарсыз, Шымкент базарына жан-жақтан келеді ғой. Түркістан облысынан, Арыстан, Шаяннан деген сияқты. Сол жаққа келіп, Шаян болса, Шаянға сол кісі ары жазып береді. Ол кісі малын апарғаннан кейін өзінің елді мекенін апарып, сол жерден база қайтып кетіп болады. Значит, бізде әр базарда ветеринар бар. Бар, иә. Қолында компьютер бар. Болмаса болу керек. Болу керек, енді қазір соны қолға алып жатыр. Түсінікті. Значит, алдындағы проблема, мысалы, былтырлары форма 1 жоқ кезде, ветеринар жоқ кезде, көшедегі былай айтқанда полиция қызметкерлері ұстап отырды ғой. Документің бар ма? Сонда олардың сұрап атқаны форма 1 базарға дейінгі сұраған екен. Базарға дейінгі. А базардан ары қарай олар сұраған жоқ, өйткені ол кезде возможность болған жоқ, по-моему, иә? Дұрыс түсініп отырмын ғой, техникалық жағынан. Вот осы жерде сұрақта 10 қойды мен апардым, 10 қойды 10 адам алып кетті. Ветеринар 10 адамға да жаңағы форманы жазып беру керек қой, бір штук болса да. Беру керек, иә. Беру керек. Онсыз өйткені ол кісі онсыз өзінің елді мекеніне апара алмайды. Одан кейін ол жаққа барғанда оны тіркей алмайды. Ол мал тіркеусіз ауада қалып кетеді. Ол мал тіркеусіз ауада қалғаннан кейін ол тіркелмеген жағдайда оған ешқандай вакцина салынбайды, қаны алынбайды, диагностика тексерілмейді. Ол вакцина салынбаған ол мал ертең ауру болады, ауру өледі, одан кейін ол ауырғаннан кейін қасындағы малдарға жұқтырады. Солай инфекция тарайды. Соның алдын алу үшін малды апарып тіркетіп, вакцинасын уақытылы салдыру керек. Яғни мен қазір осы жерде дұрыс түсінген ғой. Құрметті хозяйствомен айналысып жатқан қыздар мен жігіттер,
біріншіден мал санағын точно білу үшін, екіншіден ауру сырқау мырқаудың алдын алу үшін, үшіншіден воздухта жүрмеу үшін. Мысалы біз базардан қой сатып аламыз, оның тегі жоқ, документі жоқ, былай айтқанда воздухта жүрген болады. Оны сатарда да проблема, оны вакцина істегенде де проблема. Содан туындап отыр ғой. Енді техникалық жағынан оны сіз білесіз ба, білмейсіз ба, мен айта алмаймын ғой. Қарабұлақта бір келгенде 5000 басқаша мал келуі мүмкін. О жердегі отырған ветеринарлар шамасы жете ма бәріне жазып беруге? Оны сіз айта алмайсыз ба? По-моему, айта алмайсыз ба? Құрметті мынау өкімет, әкімдіктер, министерство тарапынан сіздерден сұранатыным. Ақыр біз требовать етіп отырмық па, өкімет тарапынан возможность беріңіздер. Техника, бәрбір базарға қойыңыздар. Бір компьютермен, немесе 5 компьютермен 5000 малды шығару мүмкін емес. Оны мен де білем, оны сіз де білесіз. Давайте условия. Сіздер сұраватсыздар, тірке деватсыздар ма? Условия беріңіздер. Техника, ветеринар жүрсін топырлап. Базар күні 20 ветеринар жүрсін. 30 компьютер болсын. Мені сұранады. Сол кезде мен тіркеймін, барлығын заң жүзінде істеймін. Отвечаю деп қойын. Енді осы жерде біз бойняға апаратын болсақ. Енді мен в основном бойняға апарамын. О жерде де форма 1 бойняға барады, иә? Форма 1 бойняға алып барады, қай жерге алып бара жатыр, соны жазасыз. Қай жердегі ойнайтса, сол жерге алып бара жатқан формаға жаздырып аласыз. Ол жаққа апарғаннан кейін, ол кісі сойғаннан кейін форма 2 сіздер сойылған туралы қағаз береді. Ол уже бізге сойылған бойынша. Сойылған бойынша қағаз береді. Иә, сізге осынша бас сойылды деп қағаз береді, сол қағазды сіз бізге өткізесіз. Өйткені сіз біздің форма 1-ін алып кетіп тұрсыз ғой. Біз сізге форма 1 бердік, сіз осы жеткізіп, сойғаныңызды растап, қайтадан бізге қағазды әкеліп бересіз. Олар бойнядан өздері қағаз береді сізге. Осынша бас сойылды, сырға номерін бәрін көрсетіп, кімнің малы, қай уақытта сойылған барын сізге қайтадан қағаз береді, сол қағаз бізге әкеліп өткізесіз. Осы жерде бір сұрақ туындап отыр менде. 4 түлік деген приложение бар. Оның қызметі неде? 4 түлік арқылы сіз жаңағы төл тіркеу сияқты заят билет жазып жібере аласыз ғой, бармай ақ. Онлайн түрде жібере аласыз. Үйде отырып. Иә, үйде отырып формаға өтініш тастай аласыз, төлді тіркеуге өтініш тастай аласыз. Көрдіңіздер ме? Онлайн түрін қазір қолжетімді қылып қойдық қой. Құрметті малмен айналысып отқан жігіттер, 4 түлік приложениесін скачать етіп алыңыздар. Сол жерде барлық мынау жүгіріп барып келу деген темалардың барлығын онлайн түрде істеуге болады екен. Ол жерде даже убой деген де бар, дұрыс па? Мен определенный малымды таңдап аламын, убой деп жазсам, значит, ол уже убойға кетіп жатыр. Оған да бірақ справканы қалай аламын? Справканы сіз онлайн заявкасын бізге келіп справка алып кетесіз ғой. Сол справканы алғаннан кейін убойный цехқа барып өткізгеннен кейін олар сізге қайтадан справка жазып береді. Соны әкеліп бізге өткізеді, сол уақытта базадан убойный малын шығады. Значит, 4 түлік ол онлайн заявка беру үшін. А қағазды в любом случае барып алып кету керек. Иә, келіп алып кету керек. Сіздер білесіздер ме өздеріңіздің вет қызметкерлері қайда отыратынын? Біліп алыңыздар, көп барады екенбіз. Дальше 14 күннен асқаннан кейін уже вообще никак тіркей алмаймыз ба? Тек воздух жүре ма? Ано легализация деген тема жоқ па? Осыны бір қозғай жіберейікші. Егер сіздің мысалы қойларыңыздың сырғасы түсіп қалады ғой, сіз тіркетіп қойсыз, мысалы қойыңызға сырға салдыңыз. Может бұл көктемде сырғасы түсіп қалуы мүмкін да. Мысалы сырғасын түсіп қалғанын көрдіңіз, соған алып қойып қоясыз. Кейін айтасыз, мен мына қойым сырғасы түсіп қалды, мынаны ауыстырып беріңіз, замена жасап. Жоқ алсашы. Жоқ, білмеймін қаяқта түсіп қалған. Жайлауда түсіп қалды. Қалай доказать етеміз? Доказать ету керек. Доказать етпесеңіз ауыстырып беремін. Просто сіздің мысалы оң қолыңыздың сырғасы түсіп қалуы мүмкін да. Оң қолыңыздың сырғасы қайсысын келгенін білмейсіз ғой. Иә, сол осы мәселе, осындай кезде не істейміз? Сол үшін сырғаны аңдығып жүру керек. Қайсынан түсті алып қою керек та сразу. Жоқ, бұл проблема. Орынбасар, осы проблема, дұрыс па? Түсіріп па? Біздің шаруашылықта, например, 1000 қойдың, 10 қойдың сырғасы түсіп қалса, оны қайтадан восстановить ету, ол қазіргі күнде проблема. Өйткені 10 қозының қайсысы қай сырғада екенін біз доказать етуіміз керек. Оны қалай доказать етеміз? Онда біз сырға емес, бір ішіне тығып жіберетін бір чип керек шығар онда. Өмір түсіп қалмайтын. Мүмкін енді өздеріңіз үшін. Өздеріңіз үшін. Чип бізде қарастырылмаған, бізде тек сырға қарастырылған, өкімет тарапынан тегін салып беруге сырға қарастырылған. Чип қарастырылмаған. Жабал, түсінік. Так, орынбасар, менде мынау сұрақ. Мен мысалы құдай істеп жатырмын, немесе ет жегім келді. Сол кезде мен өз қойымды өзім сойдым. Осы кезде қалай мен
ол қойдың бар жоқтығын доказать етуім керек па, или сіздерге бір информативный хабарлама жіберуім керек па, өзім жеп қойдым деп. Осы жерде қалай болады ситуация? Негізі былай ғой, кез келген ауыл шаруашылық жануарын, қой болсын, сиыр, жылқы болсын, негізі арнайы сою орнында сою керек. Үйде сою үшін оған арнайы комиссия түзілу керек болады. Сіз үйде жеке өзім сойып алдым бұрынғыдай қазір жоқ. Қазір тек қана жеке мал сою орындары бар, арнайы сол жерлерде ғана сою керек. Сол жерде рұқсат. Мысалы қазір әсіресе көп уақытта, құрбан айт уақыттарында көп қой. Базардан алып келеді, үйінен сойып бере береді. Иә. Оны негізі убойный цехта арнайы мал сойылатын орындар бар, сол жерге апарып, сол жерде сойдыру. Ал енді құрметті халық, бұрынғыда үйде бітіп соя беретін жағдай емес қазір. Егер де малыңыз тіркелген болса, ИСЖ-да тұрса, құлағында сырғасы бар болса, орынбасар айтқандай, убойный цехқа барып союыңыз керек. Үйто убойный цехқа барған кезде форма 1-мен үйден убойный цехқа барды, убойный цехтан сойылған ет түрінде форма 2 деген қолыңа қайтып береді. Соны біз вет қызметкерлерге тапсыруымыз керек. В общем, мал қаққа кетті деген кезде 2 документім болады. Мені саттым, немесе мені сойдым. Орынбасар осы жерде тағы бір сұрақ туындайды. Өлген жағдайда не істейміз? Аурудан өлуі мүмкін, құлап өлуі мүмкін, бір-бірін сүзіп өлтіруі мүмкін. Осы жағдайда қалай доказать етеміз өліп қалған? Өлген жағдайда енді оны қойды көру керек. Бет қызмет шақыру керек. Шақыру керек. Скрит жасап, оны неден өлді. Сол арқылы шығарып тастайсыз базар. Егер де әйтеуір өртеп жібересіз. Ертең күні әйтеуір мынандай жұғатын ауру болмаса, Құдайға шүкір. Жұғатын ауру болса, осы жерде қандай мероприятиялар басталады? Жұғатын ауру болатын болса, оны бірінші очередте өртейміз. Оны өртеу керек. Одан кейін мал өлген жер, мал сойылған жерді жақсылап дезинфекция жасау керек. Мысалы, каустикалық сода бар үйде. Сонымен мысалы жақсылап сол жерді дезинфекция жасап қою керек. Өйткені инфекция жан-жаққа тарамау керек қой. Онан кейін сол қораның, например, сол қораның басқа малдарына не істейсіздер? Тағы анализ аласыздар ма? Вакцина салынады ғой. Вакцинация салынады. Одан кейін жылына 2 мәрте дезинфекция жасалады қораға. Енеге қарсы. Көктемде, күзде. Вот дезинфекция жайлы, орынбасар. Дезинфекцияны кім жасайды? Тегін ба? И қай жаққа заявка береміз ба или өздері келе ма? Дезинфекция тегін жасалады. Мемлекет тарапынан көктемде, күзде. Көктемде, күзде, иә. Ол жаңағы қоражайлар, кез келген жеке тұлға болсын, шаруашылық болсын, кез келген қоражайлар сіз мысалы тіркеліп тұр ғой, малыңыз тіркеліп тұрса, ол мал тіркелген қоражайлардың барлығын тегін жасалды. Көктемде, күзде. Көктемде, күзде 2 мәрте. Малы бар әрбір адам, база болсын, қора болсын, немесе жеке үй болсын, малдарыңыз тіркелген болса, мемлекет тарапынан дезинфекция жылына 2 мәрте тегін жасалынады. Барлық вакцина тегін жасалынады. Регистрация анау-мынаудың бәрі тегін жасалынады. Жігіттер, тегін нәрсенің қадірін біліп, соны қолданайық. Орынбасарға көптен көп рахмет осындай информация бізге беріп атқанына. Сіз боп, біз боп, әйтеуір бір тұрғылықты бір нәрсеге келтірейік. Министерство тарапынан, мемлекет тарапынан, әкімшілік тарапынан өз қызметтер дұрыс десе, ел тарапынан түсіністікпен қарап, біз де дұрыс тірек жасауға ұмтылайық. Рахмет, орынбасар. Рахмет. Басқа сұрақтарым, мен қоя алмаған сұрақтарым, немесе де өздеріңізде көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса, Instagram канал, TikTok каналға астына комментарий қылып жазыңыздар, немесе жекеге жазыңыздар. Көп сұрақ болатын болса, түсініксіз сұрақтар болып жатса, орынбасардың офисіне барып, сол жерден сол сұрақтарға жауап аламыз. Отвечаю. Рахмет.